السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Бүгін төртінші дәріс, алдыңғы дәрістің жалғасы, яғни харакат тақырыбының жалғасы. Вау әрпі жіңішке әріп, барлығы жіңішке оқылады харакаттарды. Уә, уи, у, уә, уи, у. Яғни мына жерде тек у деген кезде сізде сұрақ туындауы мүмкін. Екі у келген кезде, уаудың үстінде дамба келген кезде екі у болып, екі у келеді бір жерде. Бұл созылмайды. У деп дыбысталады. Уә, уи, у. Көрдіңіз бе? Осылай дыбысталады. Яғни оны қалай дыбыстаймыз? Осы у-ды дыбыстайтын кезде, егер соған жолықсаңыз, мынау сіздің аузыңыз болса, у деп қаттырақ ерінді алға қарай жылжытасыз до конца. У жылдам тез істеу керек. У осылай шығады. Көбірек жаттықсаңыз, иншалла үйреніп кетесіз. Әу, рау, нәу, ләу, уәрам, уәтәр, уәмән, уәлән, уәләм, уәкәм, әулу, роуму, яуму, кәуну, уәйлу, уәзну, кәукәбі, әукибі, әуләмтум, әутәртум. Әрпі де жіңішке әріп, барлығы жіңішке оқылады. Хә, хи, ху. Хә, хи, ху. Хә, хи, ху. Тамақтың ең астыңғы жағынан шығады. Тек демді шығарып жібересіз. Хә деп. Жіңішке әріп. Бұл да хә әрпі. Мына жерде сөздің соңында келген кезде осындай болып келеді. Алдыңғы әріппен жалғанады. Ал бұл жалғанбайтын кезде келеді. Егер мынандай болып жалғанбайтын болса, алдыңғы әріп, кейбір әріптер өзінен кейінгі әріппен жалғанбайды. Сол кезде осындай хә жазылады. Мысалы мына жерде зух, зә әріпі өзінің кейінгі әріппен жалғанбағандықтан осы хә жазылады. Барлық жерде басында, соңында, ортасында, соңында қалай жазылатынын барлық жерде көрсетіп қойған. Bir жағынан сізге оны қарауға, үйренуге жеңіл болады. Хә, хи, ху. Хәбі, хәм, хәл, хуә, хия, хум. Сух, әхәм, уәхәб, ләхәб, уәхәм, ләхум, бихим, минху, минхум, иләйхи, иләйхим, әмхилхум, әмхилхум. Тағы бір нәрсе айтып кетейін. Мына жерде сукундар тұр ғой. Егер осындай қысқа болмаса, ұзақтау, осындай ұзындау сөздер болса, әр сукун арқылы бетіп жалғау керексіз. Солай оқығаныңыз дұрыс. Әр сукунға ударение дейді ғой. Сөйтіп оқу керексіз. Мысалы міне хум деп. Дәл осылай сукун арқылы бір-біріне
жалғап оқисыз. Фә әріпі жіңішке әріп, жіңішке оқылады. Фә, фи, фу. Фәм, фән, кәф, фәләк, кәфән, нәфәр, фәуру, фәусу, фәхму, фикру, сифру, кифлу, фулфул, науфар, науфал, фахима, яфхаму, ифхам, ифтатан, яфтатину, ифтакаро, яфтакиру. Қоф әріпі, қоф, яғни қ әріпі, жуан әріп, сондықтан барлығы жуан оқылады. Қ, қи, қу, қ, қи, қу, яғни алдыңғы дәрісте айтып кеттім, ең бірінші дәрісте, егер жуан әріпке үстінде фатқа келсе, немесе дамма келсе, жуан оқылады. Бұл жерде кәсіра келсе де, кәсіраға да кішкене жуандау оқылады кәсірада. Мысалы, фатқа келген кезде а мен оның ортасындағы дыбысты дыбыстаймыз дедік. Бұл жерде де дәл солай, барлық жерде дәл солай. Егер жуан әріптің үстінде фатқа келсе, а мен оның ортасындағы дыбыс дыбысталады. Мысалы, қа, қи, қу. Бұл жерде қи кәсірада жуан дыбысталып, жуандау болады. Қи, 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 қа, қи, қу, қу. Даммада жуан дыбысталады. Яғни қоф жуан болғандықтан кәсіраға да, даммаға да әсер етеді. Суқа, қин, құл, құм, қиф, қих, құлбу, қабылу, фауқу, қалам, қамар, лақаб, құм, құм, иқтараб, яқтарибу, инқалаб, янқалибу. Кадар, қадар. Фәләк, фәләқа. Фәрку, фәрқу. Шин әріпі, жіңішке әріп, барлығы жіңішке оқылады. Шә, ши, шу. Рош, буш, шәр, шақа, шәм, шәк, бишру, ширбә, шәхру, нәшру, шукру, шурбу, мәшраб, мәшриб, мәшриқа, муштәхир,
مشترك اشتهر يشتهر إبرا شق يبرا شق осымен мына жерде сукунду болған кезде алдыңда айтып кеткендей қалқалы әріптері бар. Қоф әрпі де сукунду болған кезде қалқалы әрпіне жатады, тербеліп оқылады. Суқо, суқо, суқо. Көбірек жаттықсаңыз, иншалла үйреніп кетесіз. Асықпаңыз. Барлығы уақыт өтуімен, біраз еңбек немен, практикамен, біраз еңбек етумен келеді. Суқо, суқо. Бә әріп сияқты бұл да иқлаб әрпі болады. Қалқалы сияқты, қалқалы болып оқылады, тербеліп. Лақобы. Мына жерде бә әрпі де сондай